Сәлеметсіздер ме? Ежелгі Қытай мемлекетіне саяхат жасаймыз. Ежелгі Қытай мемлекетінде Хуанхэ және Янцзы атты екі ірі өзен болған. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта Шаннин атты мемлекет құрылды. Шаннин мемлекетінің негізін қалаған Чен Тан. Шаннин мемлекетінің көшпелілер әлсіретіп, біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда Чжоу тайпасы Чжоу мемлекетін құрды. Біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасыр Син мемлекеті заң шығарды. Шаньян атты қызметкер заңды жүзеге асырды. Жерді сатуға, сатып алуға рұқсат берілді. Жерді сату, салық жинау арқылы мол пайда табылды. Бүкіл Қытай жерін біріктірген енші патша Син патшасы болды. Біздің заманымыздан бұрын 221 жылы Хуанди ұлы билеуші деген лауазым иеленді. Син Ши Хуанди тұңғыш Син патшасы деген мағынаны білдірді. 36 әкімшілік аумаққа бөлді, ақша әскери реформалар жүргізді, барлық билік патшаның қолында болды. Көшпелілердің жиі шабуылына байланысты Ұлы Қытай қорғанын тұрғызды. Биіктігі 10 метр, ұзындығы 4000 километр, үстінде 6 атты адам қатар жүретіндей кең болған. Ұлы Қытай қорғанының мұнараларында күзетшілер тұрған. Ұлы Қытай қорғаны қорғану мақсатында салынды. Тастан, кірпіштен салынды. Көп ақша қажет етеді, сондықтан халықтан алым салық жиналып отырған. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдың соңы хан әулеті билікке келді. Уди билікті жүргізді, басқыншылық соғыстар жасады, сыртқы сауданы дамытты. Шаньян керуенді басқарып, Ферғана, Бактрия, Хорезм жерлеріне барлау жұмысын жүргізді. Уди Лабнор және Ферғана жерін уақытша басып алды. Шығыс Түркістанға Банчау атты қолбасшы шапқыншылық соғыстар жүргізді. Конфуций біздің заманымыздан бұрын 551 жылы дүниеге келген Қытай данышпаны. Шын есімі Кун Сю болды. Көп оқыған, өз халқының салт дәстүр өлең жырларын жақсы білген Қытай күнтізбесінің білгірі. Қытай жастары Конфуцийді тыңдау үшін жиі келіп, өздерін шәкіртіміз деп есептеген. Конфуцийді данышпан Кун деп те атаған. Бүгінгі Қытай қоғамдағы жетекші ілімдерінің бірі Жапония, Корея, Вьетнамға да таралды. Конфуцийдің өсиеттерінің бірінде былай делінген екен: данышпан Конфуцийдің Гун Лу Чжан есімді 3 тамаша шәкірті болыпты. Бірде ел кезіп жүрген тақуа дәруш монарх Конфуцийға: сіз өзіңіздің шәкіртіңіз Гун туралы не айтасыз деп сұрақ қойыпты. Конфуций: тіпті оқымыстының өзі Гунның ақылына таң қалады дейді. Ал Лудың қандай артықшылығы бар? Оның ержүректілігі атақты жауынгердің ерлігін басып озады. Ал сіздің 3-ші шәкіртіңіз қандай? Чжанның еңбекқорлығы мақтауға тұрарлық. Данышпанның айтқанын естіп, тақуа дәруш таң қалады. Егер Гун сондай ақылды, Лу сондай ержүрек, Чжан еңбекқор болса, олар сізден не үйреніп жүр деп сұрайды. Менің жауабымды тыңда, дейді Конфуций. Гун ақылды, бірақ жалқау, Лу ержүрек, бірақ ақылды емес. Чжан еңбекқор, бірақ қызғаншақ. Гун ақылдың жалқауға бақыт әкелмейтінін білмейді. Лу ержүректің абайламаса өлімге апаратынын білмейді. Чжан қуаныштың қызғаншақпен бірге өмір сүре алмайтынын білмейді. Бұл шындықты түсінгенше мен оларға ұстаздық етем, ал олар менің тіл алғыш шәкіртім болады деген екен. Данышпан Кун біздің заманымыздан бұрынғы 479 жылы 72 жасында қайтыс болады. Қытай философы Лао Цзи даосизм ілімін уағыздаған. 5000 иероглифтен тұратын өсиетнамасы Дао және Де деп аталады. Байлық пен жақсы тұрмысқа, дүниеқорлық пен атақ құмарлыққа ұмтылмау керек. Таптаза бейкүнә сәби сияқты күйге ену қажет. Сонда ғана өмір мәнді әрі үйлесімді болып шығады деген екен. Сау болыңыздар. Тапсырмаларды орындаймыз QR код арқылы.